Бүгін бізде Chevrolet Monza. Бұның мотор майы және коробкасының майын ауыстырып жатырмыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, өтініш. Коробкасының майы төгіліп жатыр міне. Бұл робот коробка, робот. Осыны енді ауыстыратын боламыз. Monza'ның коробкасының майын төктік, 50 мың пробег. Түсі қарайып кеткен енді. Иісі де бір күйіктің иісі бар екен. 50 мың пробегте желательно ауыстыру керек екен бұны. Қазір толық видеоны салатын боламыз. Бұл жерде екі сеткісі болады оның. Осы сеткіні ашып тазалап жіберуіміз керек. Бір сеткі, екінші сеткі. Осы жуып тазалайтын боламыз. Робот коробка, Monza'ның робот коробкасын ауыстыру барысы, май ауыстыру. Картпен жуып тазалайтын боламыз бұны. Сеткілерді жақсылап жуып тазалап, қайт жайына салатын боламыз. Сеткілерін жайына жуып тазалап қойдық. Енді жайына бұраймыз. Көрсетеміз қазір. Майдардың пробкасы мынау тұр. Ол мынандай кәдімгі набордағы средний трещотканың мынандай квадратпен шешіледі ол. Оны босатып қойдық. Міне. Осы жерде май құятын боламыз. Міне бұл мынандай средний трещотканың квадратымен шешіледі пробкасы. Май толықтай төгіліп болды. Енді пробкасын жайына бұраймыз. Оның енді майдың уровенін көретін пробка бар бізде. Гранатаның жерінде тұрады. Осыдан аққанша май құямыз ғой. Міне, мына пробканы шештік. Осы уровенін көретін пробка осы. Енді мына май құюды құяйын деп жатырмыз. Май міне. ДКТ, осындай бардальдың ДКТ деген майы құйылады екен бұған. Двойное мокрого сцепления деген сөз ғой, ДКТ дегеніміз. Осы майды құятын боламыз. Мынандай воронка істеп қойдық бұған. Осылай құямыз. Бұл барысы. Майдың цветі осылай болады екен. Бұл өшес. Коробканың майын құйып оталдырдық. Енді моторды коробканың майының температурасын кішкене қыздыруымыз керек. Оны бұлай болады. Дыға салып кішкене 10 секунд ұстап тұрамыз. Заднеге саламыз. Заднеге салып 10 секунд ұстаймыз. 3-4 мәрте майды айландыруымыз керек. Дыға салып. Осылай 3-4 мәрте істейміз. Май температурасы қызу керек. Төбені қойып жатырмыз. Майдың коробканы. Бұны оталдырып қойып, нейтралдыққа салып қойып тексереміз. Май шығып жатыр, значит, уровеньде тұр май. Енді мынаны қысамыз. Енді
майын ауыстырып болдық. Міне коробканың майы ауысты. Май аққан жерлерін бәрін жуып тазалап қойдық. Енді моторының майын ауыстырамыз. Енді моторның майын осы жақтан төгеміз. Фильтрі мына жерде. Фильтрін шешіп қойдық. Майын төгіп қойдық. Бұған осындай міне ман фильтр салатын боламыз. Міне Chevrolet Devo GM. Бұл мындай ішінде клапанмен болады да бұларға. Бұны біреулер клапан жоқ фильтр салып бере береді. Бұған желательно осындай клапанмен фильтр салған дұрыс. Ман фильтрдің сапасы өте жақсы фильтр. Моторның майын ауыстырып жатырмыз. Мына жерде воздушный фильтрін ашып салып қойдық. Уже мынандай GM деген воздушный фильтр салдық. Жерде мына осындай отверткамен болттар шешіледі. Мынаны шешу керек. Бұда воздушный фильтр ауыстыру үшін мына гофраны шешіп бар. Осының астында бір болты бар. Соны шешіп ауыстырамыз. Бұрына мына Idemitsu Zepra 020 майын құямыз. Как положено, оригинал пломбасымен осы майды құятын боламыз. Енді болдық. Коробканың майын, мотордың майын ауыстырып болдық. Бүгінгі число пробегі 50 мың. Zepra 020 келіп моторға 58 мыңда келесі замена. Коробкаға Бардаль ДКТ майы құйылды. 50 мыңда, келесі замена 100 мыңда. Как положено, печатымен алдыңғы заменалары. Моторды осылай кішігірім тазалап береміз. Бұл Monza машинасы болды. Енді шығып кетеді.